қоғамдық объектінің қол жетімділігі ең аз талаптар оқыту бағдарламасын зерделеуге кірісеміз. Бірінші кезекте біз қол жетімділіктің не екенін, қол жетімді ортаны кім құру керек, қол жетімді ортаны құруға кім жауапты екенін түсінуіміз керек. Біз бір ерекшелік туралы сөйлесуіміз үшін қол жетімділік сөзінің мағынасын және біз қандай қол жетімділік туралы сөйлесетінімізді түсінуіміз керек. Сонымен, қол жетімділік бұл ерекшелік немесе жағдай, яғни бір нәрсеге қол жеткізу мүмкіндігі. Біздің жағдайда бұл қоғамдық нысанға қол жетімділік және қызметті алуға қол жетімділік. Дәл осылай, қызметті алуға қол жеткізбестен, осы қызметті алу қажет болған қоғамдық объектінің қол жетімділігі маңызды емес. Бізге маңызды нәтиже қызмет алу немесе тауар сатып алу. Мүгедектігі бар адамдардың тіршілік әрекетін қамтамасыз етудің қағидаттары мен басшылық бағдарлары баяндалған негізгі құжат бұл Біріккен ұлттар ұйымының мүгедектігі бар адамдардың құқықтары туралы конвенциясы. Қол жетімділік конвенция қағидаттарының бірі. Қол жетімділік ғимараттарға, жолдарға, көлікке, ақпаратқа қолданылуы тиіс. Бұл оқыту бағдарламасында біз қоғамдық нысандардың ғимараттары мен үй жайларының қол жетімділігін қарастырамыз. Сонымен қатар, біз көлік инфрақұрылымының ақпараттық қол жетімділігін де қозғайтын боламыз. Слайдта сіздер қоғамдық объектінің қол жетімділігін қамтамасыз етудің негізгі шарттарының тізімін көресіздер. Қандай жағдайларда мүгедектігі бар адамдар үшін қоғамдық объект қол жетімді деп сендіре аламыз? Біріншіден, физикалық және ақпараттық кедергілер болмаған кезде. Мысалы, қоғамдық объектіге кіру нөлдік деңгейде орналасқан, яғни ғимараттың ішіне кіру үшін сізге баспалдақ қажет емес, пандус қажет емес, электр көтергіш қажет емес. Мұндай кіру тактильді жолдармен немесе әртүрлі қозғалыс көрсеткіштермен, электронды тақталармен және тағы басқа жабдықталған. Екіншіден, кедергілер болған кезде, бірақ бұл кедергілерді жеңуде көмектесетін құрылғылар да бар. Мысалы, баспалдақтар, пандустар, қызметкерлерді шақыру батырмалары, тұтқалар, жеделсатылар және тағы басқа. Қол жетімділік элементтерінің көмегімен мүгедек адам ғимаратқа кіре алады. Ғимарат бойынша қозғалады және қызметтер ала алады. Үшінші шарт. Өз бетінше қауіпсіз және жайлы қозғалу үшін қызметтер алу мүмкіндігі. Мүгедектігі бар адамдар дербес және тәуелсіз өмір салтын ұстануға, өмірдің барлық салаларына жан-жақты қатысуға, кез келген қызметті алуға өз бетінше ғана емес, сонымен бірге өміріне қауіп төндірместен қозғалуға қабілетті болу керек. Сондай-ақ, жайлылықпен, ыңғайлылықпен өмір сүруі тиіс. Бұл не деген сөз? Мүгедектігі бар адам өз бетінше басқа адамның көмегінсіз қажет жерге баруға, қажет ғимаратқа кіруге, қажетті қызметті алуға, немесе қажетті тауарларды сатып алуға, ғимараттардың аман-есен шығуға және жақсы көңіл күймен үйге оралуға қабілетті болуы керек. Бар болғаны осы. Қарапайым адамның күнделікті өмірі. Ерекше ештеңе жоқ. Осы үш шартты не үшін іске асыру керек? Мақсатқа жету мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін біздің әр қайсымыздың қол жеткізуге алаңдайтын мақсаттарымыз бар. Біз білім алғымыз келеді.
Ол үшін барлығына балабақшалар, мектептер, колледждер, жоғарғы оқу орындарының ғимараты қолжетімді болуы тиіс. Біз деніміздің сау болғанын қалаймыз. Ол үшін дәріханалар, емханалар, стоматология қолжетімді болуы тиіс. Біз азық-түлік сатып алғымыз келеді. Ол үшін дүкендер қолжетімді болуы тиіс. Және осылайша тіршілік әрекетінің барлық салаларында спорт залдары мен бассейндер, кітапханалар мен мұражайлар, дәмханалар, мейрамханалар, қонақ үйлер мен тұрғын үйлер шексіз жалғастыруға болады. Біз қолжетімге кедергі келтіретін кедергілерді жоюымыз керек. Сонда біздің барлық отандастарымыз жайлы өмір сүре алады. Ал міне, енді бізге қанша адамға қолжетімді орта қажет екенін түсіну қажет. Түрлі бағалаулар бойынша әлемде мүгедектердің қандай да бір нысаны бар адамдардың 10-15% тұрады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша 15%, Біріккен ұлттар ұйымының деректері бойынша 10%. Әртүрлі кедергілерге байланысты сәулет немесе физикалық, операциялық, ақпараттық, коммуникативті мүгедектігі бар адамдар білім беру, жұмыспен қамту, денсаулық сақтау, әлеуметтік және құқықтық қолдау жүйелері сияқты негізгі ресурстарға бірдей қол жеткізе алмайды. Қазіргі уақытта Қазақстанда 700 мыңнан астам мүгедектігі бар адам тұрады. Егер мүгедектігі бар адамдарға қозғалысы шектеулі адамдардың барлық санаттарын қосатын болсақ, онда жалпы саны халықтың 40%-дан астамын құрайды. Яғни Қазақстанның 7,5 миллионнан астам адам тәуелсіз және сапалы өмірге кедергі келтіретін кедергілерге душар болады. Жүріп тұруға шектеулі адамдарға мүгедектігі бар адамдар ғана емес, сонымен қатар жарақат алған балалар, зейнеткерлер, жүкті әйелдер де кіреді. Егер кеңірек қарайтын болсақ, онда кедергісіз ортаға қажеттілікті халықтың жүріп тұру шектеулі топтары ғана емес, велосипедтермен, роликтермен және тағы басқа қозғалатын адамдар да сезінеді. Мүгедектігі бар адамдарға қоғамдық өмірдің барлық салаларына қолжетімділікті қамтамасыз ету неге қоғам үшін маңызды? Біріншіден, бұл әділеттік пен құрмет мәселесі. Мүгедектігі бар адамдардың басқалар сияқты құқықтары, оның ішінде қоғамдық өмірге жан-жақты қатысу құқығы бар. Екіншіден, көптеген елдерде бұл заң. Қазірдің өзінде 179 мемлекет Біріккен ұлттар ұйымының мүгедектігі бар адамдардың құқықтары туралы конвенциясын ратификациялады. Оған факультативті хаттаманы 95 мемлекет ратификациялады. Бұл елдерде мүгедектігі бар адамдардың құқықтарына қатысты нақты заңдар қабылданды. Немесе бұл құқықтар конституцияларда бекітілген. Үшіншіден, мүгедектігі бар адамдарға арналған қолжетімділік барлығына қолжетімділікті жақсартады. Мүгедектігі бар адамдар үшін қоғамдық орындар мен нысандар физикалық тұрғыдан қолжетімді болғандықтан олар мүгедектігі жоқ адамдар үшін, соның ішінде балалар, арбалары бар отбасылар, велосипедшілер, чемодандары мен доңғалақты сөмкелері бар адамдар үшін де қолжетімді болады. Қоршаған ортаның кіріктірілген функциясы ретінде пандустар мен құламалар жасау бәріне пайдалы. Қандай кедергілер бар? Сәулет немесе физикалық кедергілер бұл табалдырықтар, тар есіктер, жиһазбен толтырылған дәліздер, баспалдақтар мен пандустар, жиектастар және тағы басқа. Екіншіден, операциялық кедергілер бұл қисынсыз және ыңғайсыз
техникалық қызмет көрсету процедуралары, бұл білікті емес қызметкерлер құрамы. Ақпараттық кедергілер бұл мүгедектігі бар адамдар үшін қолжетімсіз навигациялар мен бағдарлау жүйелері, қызмет және оны алу тәсілдері туралы ақпараттың болмауы. Төртіншіден, коммуникативтік кедергілер әдетте теріс мағынасы бар мүгедек адамдарға қатысты стереотиптер. Мүгедектік санаты әртүрлі адамдар үшін әртүрлі кедергілер маңызды екенін атап өткен жөн. Осылайша, кресло арбамен қозғалатын адамдар үшін маңызды бар нәрселер көру қабілеті нашар адамдардың өмір сүру сапасына мүлдем әсер етпейді. Сондықтан, мүгедектігі бар адамдар үшін кедергілердің түрлері ақпараттық құрылымдаған, онда негізгі маңызды кедергілер атап көрсетілген. Тірек қимыл аппаратының бұзылуы бар мүгедек адамдардың бірінші санаты. Осы санаттағы мүгедектігі бар адамдар үш үлкен топқа бөлінеді. Кресло арбамен қозғалатын адамдар, аяқ-қолдары зақымдалған адамдар және қолдары зақымдалған адамдар. Кресло арбамен жүріп тұратын адамдар үшін еңсерілмейтін жоғары табалдырықтар мен басқыштар, тегіс емес тайғақ немесе жұмсақ жабын, құламалар жоқ, жиектастар, тар есік, ойықтары, пандустары жоқ, баспалдақтар, тұтқасыз пандустар, жиһазбен толтырылған дәліздер, жабдықталмаған санитариялық гигиеналық бөлмелер, кресло арбаның бұрылуына арналған орынның болмауы, аяқтары зақымдаған таяқтарды, балдақтарды, тіректерді пайдаланатын адамдар үшін жоғары табалдырықтардың, басқыштардың болмауы, тегіс және тайғанамайтын жабының болуы, дұрыс орнатылған пандустар және тұтқалар, жолда демалуға арналған орындардың болуы маңызды. Қолдары зақымдалған адамдар үшін қолмен әрекет етуші барлық кедергілер маңызды. Есіктер ашу, крандар мен ажыратқыштарды пайдалану, мәтіндер жазу және тағы басқа. Көру қабілеті бойынша мүгедектігі бар адамдардың келесі санаты, олар үшін басқа да кедергілер маңызды болып табылады. Біріншіден, бұл қозғалыс жолындағы кедергілер. Жиһаз, колонналар, тумбалар, тротуарлардағы отырғыштар, ағаш бұтақтары және тағы басқа. Екіншіден, әртүрлі биіктегі басқыштар және қарама-қарсы белгілеусіз. Үшіншіден, брайль қарпімен жазылған ақпараттық тақтайшалардың болмауы. Төртіншіден, баспалдақ марштарында тұтқалардың болмауы. Бесіншіден, қайталанатын дыбыстық ақпараттың болмауы. Мысалы, жаяу жүргіншілер өткелдерінде, жедел сатыларда. Есту қабілеті бойынша мүгедектігі бар адамдар үшін визуалды ақпараттың және ым-ишара тілінің аудармашысының болуы маңызды. Маңызды ақпараттың кедергілер және төтенше жағдайлар кезінде, мысалы, жедел сатыларда қайталанатын жарық ақпараттың болмауы. Зияткерлік мүгедектігі бар адамдарға кеңістікте бағдар жасау қиын, күрделі мәтіндерді де оқу өте қиын. Сондықтан олар үшін әртүрлі навигациялық белгілер қою керек. Мәтіннің орнына сызбаларды, пиктограммаларды немесе қарапайым сөздермен жазылған мәтінді қолданған жөн. Жоғарыда аталған кедергілерге байланысты мүгедектігі бар адамдар қоғамдық нысандарға бірдей қол жеткізе алмайды. Бұл мәселені не шеше алады? Кедергісіз орта құру. Мүгедектігі бар адамдарға өз бетінше қауіпсіз және еркін қозғалуға мүмкіндік беретін орта. Кедергісіз ортаның мақсаты адамдардың тәуелсіз жұмыс істеуін, олардың барлық қызмет түрлеріне көмексіз қатысу мүмкіндігін қолдау. Осы ақпаратты жинақтай отырып, мүгедектігі бар адамдар үшін қол жетімділікті қамтамасыз ету кезінде қоғамдық объектілердің меншік иелері үшін ұсыныстар әзірленді. Осылайша,
тірек қимыл аппараты бұзылған адамдар үшін ғимаратта ғана емес, оған іргелес аумақта және үй-жайларда кедергісіз орта құру қажет. Сондай-ақ мүгедектігі бар адамдардың өтініш бойынша қызметкерлермен бірге жүруді қамтамасыз ету қажет. Дәл осылай өтініші бойынша егер мүгедектігі бар адамдар көмек сұрамаса, онда ол өз бетінше қозғала алады және қозғалуды қалайды. Көру қабілеті бойынша мүгедектігі бар адамдар үшін көрнекті және тактильді көрсеткіштермен жабдықтау, мүгедек адамның өтініші бойынша қызметкерлермен бірге жүруді қамтамасыз ету. Бөлмеде мәтіндік ақпаратты қол жетімді форматта орналастыру қажет. Есту қабілеті бойынша мүгедектігі бар адамдар үшін ым-ишара тілінің аудармашысына рұқсат беруді, сондай-ақ мәтіндік дауыстық ақпараттың қайталануын қамтамасыз ету қажет. Зияткерлік мүгедектігі бар адамдарға қарапайым тілде түсінікті ақпарат беру, қозғалыс бағытының көрсеткіштерін орналастыру, мүгедектігі бар адамның өтініші бойынша қызметкерлермен бірге жүруді қамтамасыз ету қажет. Қоғамдық объектінің қолжетімділігін қашан қамтамасыз ету қажет? Егер қазіргі уақытта қоғамдық ғимарат жобаланса, немесе құрылысы салынса, онда қолжетімділік нормалары толық көлемде сақталуы тиіс. Егер қоғамдық ғимарат пайдалануға берілген болса, бұл ретте ол мүгедектігі бар адамдар үшін қолжетімсіз болса, онда оған бейімдеу жұмыстарын жүргізу қажет. Яғни, егер ғимаратта кедергілер болса, оларды жою қажет. Бұл келесі жағдайларда орын алады. Қолжетімділіктің жоқтығы туралы шағымдар болған кезде, біреу қолжетімді емес қоғамдық объектіге немесе үй-жайға шағым беру керек. Қоғамдық объектіні қайта құру немесе күрделі жөндеу жүргізілген кезде. Бұл объектінің қолжетімді болу үшін қолдан келгеннің бәрі жасалғанына көз жеткізу уақыты. Нысандардың иелері, сәулетшілер, дизайнерлер, құрылысшылар қолжетімділікті қалай қамтамасыз ету керектігі туралы ойлануы маңызды. Қоғамдық топ қоғамдық нысанды немесе үй-жайды жақсарту немесе бейімдеу бойынша жұмыс жасаған кезде, қоғамдық топ ғимаратқа немесе үй-жайға мониторинг жүргізе алады, бейімделу бойынша ұсыныстар жасай алады, немесе объектінің бір бөлігінің қол жетімсіздігіне құзыретті органға шағым бере алады. Бұл жағдайда мүгедектігі бар адамдарды немесе сарапшыларды тарту қажет. Бейімделу жұмыстарының сапасы және сайт келгенде қоғамдық объектінің қолжетімділік деңгейі сіз қалай мониторинг жүргізгеніңізге, мониторинг нәтижелеріне бойынша қоғамдық объектінің қолжетімділігі қалай бағалайтыныңызға, қандай ұсыныстар жасайтыныңызға байланысты болады. Қолжетімді ортаны қалыптастыру қоғамдық нысандардың қолжетімділігін қамтамасыз ету жауапкершілігі қоғамның едәуір бөлігіне жүктеледі. Бұл мүгедектігі бар адамдардың өздері. Мүгедектігі бар адамдар көбінесе өз құқықтарын өздері қорғайды. Олар қолжетімділіктің болмауы оларға қалай әсер ететіні көрсете алады және көрсетуі тиіс. Сонымен қатар қоғамдық нысандарды мүмкіндігінше қолжетімді ету үшін өз тәжірибелері туралы айту керек. Мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қорғаумен айналысатын ұйымдар жауапкершілік көтереді. Қолжетімділікті қамтамасыз ету осы ұйымдар пайда болу себептерінің бірі болумен қатар, оларды жұмыс істейтін адамдар ақпараттың қоғамдық нысандардың қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз етуге қатысты заңдарды біледі. Заңдар мен әлеуметтік саясатты әзірлей алатын заң шығарушы және атқарушы мемлекеттік органдар жауапкершілік көтереді.
Бұған оның ішінде заңнама талаптары мен құрылыс нормативтерінің сақталуын қамтамасыз ететін бақылаушы органдар жатады. Тағы бір топ салынып жатқан нысандарға тапсырыс берушілер. Оларға бір қатар себептерге байланысты қолжетімділікті еселен тиімді. Біріншіден, экономикалық тұрғыдан алғанда, құрылыс кезінде қолжетімділік талаптарын бірден ескерген жөн. Өйткені бұл бәрін кейінірек қайта жасаудан арзан, нәтижесінде жобаның құнын арттырады. Екіншіден, бұл объектіге салып алушы қызметі тұтынушы немесе жұмысшы ретінде бара алатын адамдардың санын көбейтеді. Сәулетшілер мен жобалаушылар жауапкершілік көтереді. Сәулетшілер мен жобалаушылар өздерінің барлық жобаларын қолжетімділік элементтерін қосуға міндетті. Олар қолжетімді орта құру жауапкершілігін түсініп, мүгедектігі бар адамдардың қажеттіліктеріне мұқият қарау керек. Қоғамдық көрсететін ұйымдар жауапкершілік көтереді. Бұл ұйымдар қолжетімді болу керек, өйткені қолжетімділіктің болмауы әртүрлі дискриминацияға алып келеді. Мысалы, мүгедектігі бар адамдарды оқуға, тауарлар мен қызметтерді сатып алуға, емделуге, көрмелерге, кинотеатрларға, стадиондарға және тағы басқа баруға мүмкіндік бермейді. Қолжетімді ортаны қалыптастыруға жұмыс берушілер де жауапкершілік көтереді. Жұмыс берушілер үшін үміткерлердің ең жақсысын жалдай алатындығына көз жеткізу керек. Жұмыс орындарына қолжетімділікті қамтамасыз ету оларға еңбек міндеттерін тиімді орындау үшін мүгедектігі бар адамның жағдайлары бар жоғы туралы алаңдамай-ақ жасауға мүмкіндік береді. Сонымен бірге қажет болған кезде сот жүйесі де жауапкершіліктерді етеді. Жеке тұлға немесе мемлекеттік орган қолжетімділікті қамтамасыз ету туралы келісімге келе алмаса, сот дауды заңға сәйкес шеше алады. Осылайша қолжетімділік бұл мүгедектігі бар адамдарға қоғам өміріне басқалармен тең дәрежеде толық және тиімді қатысуға мүмкіндік беретін, осы қоғамның барлық мүшелері үшін жағдай жасау үшін қоғамның жауапкершілігі деп қорытынды жасауға болады. Қорытынды шығарайық. Оқыту бағдарламасының осы бөлігінде біз қолжетімділіктің не екенін, мүгедек адамдар үшін қандай кедергілер бар екенін, қолжетімді ортаны қалыптастыруға кім жауапты екенін анықтадық. Келесі бөлімде біз қоғамдық нысандарда қолжетімділікті қамтамасыз етуді реттейтін негізгі нормативтік құқықтық актілерді қарастырамыз. Кездескенше.